Ал, құрметті батыр полиция жігіт, айтшы, мені қамаймын, қамамаса болмайды дейсің. Не үшін қамайсың мені, айтшы. Мен осы аналарды түсірген үшін кінәлімін ба? Айтшы, неге сен мені қамайсың, неге сен мені ұстайсың? Айтшы не? Мен сізге айтып отырмын, сен ғой ана жас әйелді екі баласымен итеріп, қандай қақың бар сенің? Бізге мен анама бармын, анама. Анама бар түсірді, менен бар. Қазір мен анамды алып келе бар, мына жұмысты тиіспе, тиіспе деп аналарға, тиіспе. Басымен жауап бересің, айтып тұрмын. Мына анамның аузында мыналар ұрған мінеки. Басқының бәрі қан, шеше, азын сіліңізді. Жаңа біресі жұтақ дейіп кетті. Міне, құрметті қазақстандықтар, құрметті жауап берсін. Құрметті министр мырза Ерлан Тұрғынбаев, мынасының полициялары шешемнің аузына шытағымен ұрып, мінекі қан жазатын шығады, ашқа шешесін. Міне, мына басты қараңыз мінеки. Полиция, жауап берші, сен неге шешемнің шытағымен ұрасыңдар? Жауап берші. Кім ұрды? Мен телефон тартпаса, конечно, кім ұрғанымды мен сұрамай қаламын. Бірақ сендердің бүгінгі полицияның қайыққа жүрем мен араларым осында ғой. Қытай жауап берсін. Қытай жауап берсін. Жауабыңыз тағыңыз. Жауап берсін, Қытай. Міне, сіздердің адамдарыңыз мінекі, шешемнің ананың алдына ұрып қанын шығарды мінекі. Осы мәсін полицияларың мінекі, ашса шеше аузында. Шеше аузыңызды аштыңыз. Міне мына. Менің анамның аузын қан шығарыңдар, не? Керек па сол саған? Айтшы, мінекі, айтты мен саған. Бұл кісілер өздерінің наразылықтарын білдіріп жатыр. Сендер шытақтармен ұрып бұлардың аузын қан жылатасыздар аналарымыздың. Анамызға уже ана полицияға қарай уже айқайлатып жатып жатыр. Не істеп болған ана сендерге? Сол апаға сесін ғой шерім шәчесіп жатқан. Ары бері итеріп жатқан сесін ғой. Мен айтып саған. Апаға тиіспе дедім мен айттым. Апаға тиіспе дедім. Итеріп қарным итеріп алыстың. Айналар көке өтірік айтып баштамын жоқ. Эфирде бәрі тұр ғой. Сен мойындамасаң да бәрі адамдар көріп тұр. Ападан қолын тартшы. Ападан қолын тарт. Ұстамай енді сен. Бәлем бастауы сенсің. Қандай дәлелің бар, айтшы өне? Қандай дәлелің бар? Қандай дәлелің бар? Егер мен осы деп түсірмесем, сендер бұларға дауыл жеп қойсыңдар. Сендер апаға қысым жасамандар, қысым жасама, қолын тарт. Енді қолын тарт сен мына келіп апаға ұстап тұрған ол қысым дейсің ба? Аяқта қысым қолын ұстап. Сен апаға кедер келдімсің. Сен бар ғой, пәле жақпа сен үйтпа, мақұлма. Мен пәле жауама жақпайын ба, ол сенің шаруаң емес. Пәле жақпа сен бар ғой. Жауап бересің, бауырым, сен маған күште тұрсың, жауап бересің қазір. Жауап бересің осы үшін, жауап бересің. Қазір анаған міне полициялар міне көрдіңіз ма кім екенін? Сендер полициясыңдар, күш қолданып жатырсыздар. Менің анамның аузын қан жасап жатырсың. Менің анамның аузын қан жасап жатыр. Кім ұрып жатыр, бәрі түсіп тұр, болды. Сендер мен спорыңыздар, потому что сендер бәрі алаяқ өтіріксіңдер. Ұрып тұрып ұрмадым дейсің, ұстап тұрып ұстадым дейсің. Мына кісіні шымшып тұрып шымшымадым дейсіңдер. Біз полицияға сенеміз, бірақ сендер полицияға арыз төктіңдер. Мінеки, мына жігіт маған күш қолданып мінеки. Bizi korlamasın. Adamımızı kimesin. Biz полицияға сенуші едік. Сендердің мына өтіріктен кейін ұрып тұрып ұрмадым дейсің, итеріп тұрып итермедім дейсің, қолын қайырып тұрып қайырмадым дейсің. Енді осыдан кейін біз қалай полицияға сенеміз? Бүкіл полицияның, бүкіл Қазақстанның полициясының бетінесіңдер. Қазір арын түсіріп жатырсыңдар. Құрметті министр Ерлан Тұрғынбаев мырза, Алматы қаласындағы сіздің патрульдік полицияларыңыз мінекей осы аналарымызға қатты күш қолданып, Алматыдағы Қытай консулының алдындағы өздерінің наразылықтарына өте үлкен кедергі келтіріп, менің анамды шытақтармен ұрып аузын қан жасап қалды.
Ана апамызды әлі көз алдында ұстап отыр. Құрметті Ерлан Тұрғынбаев мырза, сізден осы полицияларды ретке келтіріп, аналарға бейбіт түрде кедергі келтіруін сұраймын. Күш қолдану емес. Күш қолданбаса ананың аузы неге қан, айтшы мінекей. Жауап берші, ананың аузы неге қан? Күш қолданбаса. Ha? Конечно, ананың аузын қан салдар тіс ауырады, ауырмағанда. Қалай ауырмайды тісі? Сендер бүкіл Қазақстанның полициясына кір келтіріп жатырсыңдар, өтірік айтып, шеттерінен өтірік айтасыңдар.